Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Бұл әдемі бағдарлама. Сіздермен бірге мен Батыржан Ибрагим. Бүгін бізде қонақта айтыскер ақын, Асыл-арна телеарнасының редакторы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері, өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Сырым Әуесхан. Қош келдіңіз Сырым бағдарламаға. Қош келдік, рахмет. Сырым, елдің бәрі ауылдан Астанаға келіп жатыр. Сен керісінше Астанадан көшіп кеттің. Сыр неде? Бұл жердегі негізгі себептің бірі, енді мен айтыста да басқа жерлерде айтып жүрген сөзім, елбасының тұрған жерінен туған жеріне көшіп бардым деп айтып жүрмін ғой. Нұрлы жолдың бастау алған елбасының өзінің дүниеге келген жеріне көшіп бардым деп айтып жатырмын. Өйткені шынымен қазір Шамалғанның түбіндегі Жандосов деген ауылда тұрып жатырмын мен. Көшіп барғанда да. Бірақ негізгі себеп, мен 20 жыл тұрдым Астанада, 2 жасымнан бастап. Анам Алматының қызы. Сол анам былтыр туған елге қайтқысы келетінін айтты. Сол кезде енді өз ананың разылығы деген қай кезде де мұсылман адам үшін, жалпы қазақ баласы үшін ең жоғарғы нәрсе ғой. Осы ананың сөзі деген заң бізге. Сонда сол кісінің бір ауыз сөзі үшін бір айдың ішінде апыр-топырын шығарып, заттың бәрін жинап Алматыға көшіп кеттік. Және қызық болғанда ол кісі Алматыға барғанда да Ұзынағашта тұрамын деді. Сөйтіп Ұзынағашқа барып, бір жылдай Ұзынағашта тұрдық, бірақ кейін осы Жандосов деген жерден үй алып, қазір сол жерден үй салып, соған кіріп, сол жерде тұрып жатамыз. Аллаға шүкір. Негізгі себебім сол анамның сөзі. Ең қызығы сол көшкенімнің қазір біраз берекесін көріп жатырмын. Өмірде адамдар өзінің бір бақытты болуының, жетістікке жетуінің себептерін өзінің пысықтығынан, немесе бір таныстың көптігінен, немесе бір қолында мүмкіндік болып атасынан мұра болып ақшаның қалғанынан көреді ғой. Ал шындығында бұл бір ата-ананың разылығы сияқты, туысқанның қарым-қатынасы сияқты нәрселерге байланады екен. Мысалы, мен анамның бір ауыз сөзін жерге тастамай көшкеннен кейін менің өмірдегі көп мәселелерім тез шешіліп, ойламаған жерден жағы арзанға үй шығып, ол үйді бір мұсылман бауырымыз бөліп төлейтіндей қылып беріп, оны жағы оңай жолмен сатып алып кетіп, және оны төлейтін ақша да оңай жолмен табылып, әйтеуір бір өмірімде бір береке көбейіп кетті. Дарын жастар мемлекеттік дарын сыйлығын алып деген сияқты осының барлығы бір ойламаған жерден орын-орнына түсе қалды. Алла тағала бір абыройымды одан сайын көтергендей болды да. Соның барлығының түбінде сол анамның бір ауыз сөзін жерге тастамай, анамның разылығын алып, Астанадан Алматыға көшкенінің себебі болды деп ойлаймын. Сен айтысқа ерте араластың, айтыста өз орның бар. Жалпы осы айтысқа шығуыңда, айтыскер болып танылуыңда, сырым болып танылуыңда кімнің еңбегі көп? Адамның басына жақсылық келсе де, қиындық келсе де, оның барлығында қайыры бар ғой. Ол әрқайсысы Алла тағаланың қалауымен болатын нәрсе. Бірақ мен жалпы ақын болып қалыптасуыма, осы сырым болып тәрбиеленіп шығуыма ең үлкен себебін тигізген адам ол менің анам. Мен жаңағы өзім айтқандай 2 жасымда Астанаға келдім. Сол Астанаға келгеннен бастап, жалпы бала күнінен бастап, анам маған көп күш салды. Менің тәрбиеме, енді біз балабақшаға бара жатқанда да, балабақшадан қайтып келе жатқан кезде де қайым айт жасайтынбыз. Одан бөлек егер үйде қалып кеткен жағдайда, мынау сенің ішетін тамағың, біз жатақханада тұрдық, бір бөлме жатақханада. Сонда міне мынау ішетін тамағың, ал мынау ойнайтын ойыншығың. Осының арасында сен мына диктантты жазып қоясың, мынаны шығарманы жазып қоясың, мына диктантқа дайындалып қоясың, мына кітаптағы мына өлеңдерді жаттап қоясың, мына бір 2 парақ бетті оқып қоясың деген сияқты бір 5-6 тапсырма беріп кететін. Содан кешке ол жұмыстан шаршап келеді. Анам өзі мұғалім болып істеді, жұмыстан шаршап келгеніне қарамай отырып, сол менің нені жазып, нені жазбағанымды толық қадағалайтын. Одан бөлек біздің үйде барлық жаңағы жырлар, күйлер, ұлттық руханиятымыздың барлық мұралары біздің үйде болатын. Соны адам бала кезден маған тыңдатып, айтыс тыңдатып, жыр тыңдатып, бала кезден сол ұлттық рухты бойыма сіңіріп өсірді. Одан қалса, барлық Астана қаласында өткен ақындардың, жазушылардың кештері, және мына Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрдан қалмайтынмын. Сондағы барлық спектакльдерге алып баратын. Осы 2 жасымнан бастап. Сол бала күнінен сол ұлттық руханиятты бойыма сіңіріп, және үлкен адамдармен араласып, сол Фариза Оңғарсынова болсын, Әбіш Кекілбаев ағамыз болсын, Дулат Исабеков ағамыз болсын, сол кезде енді кездесуге келген Бекболат Леухан ағамыз болсын, солардың барлығының менде қолтаңбалары бар. Сол кісілерден бала кезімнен бата алып, 2 жасымнан бастап қасында жүріп, Шерхан Мұртаза ағамыз менің маңдайымнан сипап деген сияқты осы Астанада жүргеннің бір себебі ғой, енді сол анамның маған деген көңіл бөлгенінің арқасында сол кісілердің барлығының батасын алып шыққам. Енді менің осындай
үлкендердің, үлкен ағалардың батасын алған адамның өмірде жол ашылады дейді ғой. Сол анамның осыған себеп болғаны, бірінші анамның өзінің бар күшін салып мені тәрбиелегені, екінші сол анамның себебімен барлық қазақтың үлкен тұлғаларының, аға апаларымыздың батасын алып шыққаным мені өмірдегі жолымның ашылуына, басыма осы бақыттың нәсіп болуына алып келді деп ойлаймын. Өзің бала тәрбиелеп болсын. Жалпы отбасында бала тәрбиесінде біз нені ескеруіміз керек? Қазіргі ата-аналар нені білу керек? Болмаса бала тәрбиесінде біз қатты еркелетіп жатамыз ғой. Осының бір кемшіліктері бар ма? Сол турасында айтсаң. Өмірлік тәжірибе жағынан мен барлық әке болудың қыр-сырын бәрін меңгеріп қойдым деп айта алмаймын. Өйткені әке болғаныма көп уақыт болған жоқ. Десе де осы әке болам, балам дүниеге келеді деген күннен бастап, жалпы осы отбасын құрғаннан бастап, бұл сұрақ сізді мазалаған сұрақ мені де қатты мазалады. Сол қатты іздендім, уайымдадым. Сөйтіп әртүрлі ақпараттарды, кітаптарды оқуға тырыстым. Енді өзіміздің дінімізде, ұлттық руханиятымызда бар ақпараттар, одан қалса мынау шетелдік кітаптар. Мысалы, мына Жапонияда Масару Ибука деген кісі болған екен. Сол кісі Sony компаниясының негізін қалаған кісілердің бірі ғой. Сол өзінің баласының тәрбиесіне уайымдап, өзінің баламның тәрбиесіне қателік жібердім деген себеппен 3 жастан кейін бәрі кеш деген кітап жазып шыққан екен. Сол кітапты да оқыдым. Енді әртүрлі бағытта іздендім. Иә, сонда бірте-бірте түсінген нәрсем, енді анамның маған берген тәрбиесі бар. Біздің қоғамда бір жапондарда жақсы мақал бар. Әкесі еңбек етіп, ақша тауып еңбек етіп, баласы рахаттанып өмір сүрсе, немересі қол жайып қайыр сұрайды деген. Бізде көп жағдайда 90-шы жылдардан бастап біз көрмегенді баламыз көрсін, баламызды бір рахаттан, қызықтан, өмірдің бүкіл жақсылығынан айырмайық, баламызға барын берейік деген түсінік қалыптасқан тәрбиеде. Оның бір себебі енді көп отбасыда баланың саны ондай көп емес. Екінші жағынан баланы бір шынымен өзінің бір өмірінің жемісі, өмірінің қызығы ретінде көргендіктен, енді ол ешкім бір жамандықтан жасамайды ғой. Ананың бойындағы махаббат бар, ата-ананың махаббатынан балаларын қатты еркелетеді. Содан бізде қазір көп қиындық көрмеген балалардан біз қиындық көріп жатырмыз да. Қазір бұзылып жатқан балалардың барлығы сол қиындық көрмегендерден шығып жатыр. Адамды сол еркелеткен сайын адамның біз бойындағы нәпсісін тәрбиелеп жүргенбіз ғой. Енді мысалы қыран бүркіт өзінің баласын тәрбиелеген кезде, балапан тәрбиелеген кезде, ол балапан басқан кезде оны бір иір бұтақтардың үстінде жатқызады екен да. Оны бір әлпештемейді, басында бір кішігірім мақта сияқты нәрсе болады екен, кейін оны алып тастайды екен, сол бұтақтың арасында болады. Ол бір сонда балапан болса да бір дұрыстап жатып ұйықтай алмайды, отырып ұйықтайды деген сияқты бір қинайды. Сосын бір белгілі бір жасқа жеткен кезде, қанаты қатайдау деген кезде оны құздан итеріп жіберіп ұшуға тәрбиелейді. Мысалы былай қарасаң, не деген бір аяусыздық деп ойлайсың да? Ешқандай аяушылық сезім жоқ па? Ана құс болса да баласын аямай ма деп ойлайсың да? Бірақ содан қыран өсіп шығады да. Қыран өсіп шығады. Ал жып-жылы жұмыртқа болып, сол өзінің ата-анасының бауырында басылып жатқан балапаннан тауық шығады да. Сонда қарап отырсаңыз, адамға көп жағдай жасалған сайын адам әлжуаз, адам әлсіз және бір өзінен басқаны ойламайтын адам болып шығады. Ал адамға кішкене қаталдау, оның болашақ тәрбиесі үшін қатты қараған сайын одан мықты адам шығады. Өйткені өмірде қарап тұрсаңыз, мықты теріні шығару үшін де оны ұрады. Мықты қылыш шығару үшін де, мысалы, оны отқа, суға салады, одан кейін оны балғамен соққылайды. Сонда кезделген бір мықты нәрсені шыңдап шығару үшін оған бір қиындықтар көру керек та. Адам баласы да мықты болу үшін ол бір қиындықтар көру керек. Адамның бір аурудан емделуі, ащы дәріні ішу, немесе бір терлеу сияқты бір өзіне ыңғайсыз нәрселермен, ыңғайсыз процестерден өту керек болатын болса, сол сияқты мінезді тәрбиелеу үшін де, мінездегі қателіктерді емдеу үшін де адам бір сондай ыңғайсыз процестерден өту керек та. Біреуден сөз есту керек, беті қайту керек, жоқ деген сөз есту керек, жаны ауыру керек, сол кезде ол өсіп шығады, жетіледі. Дегенмен бұл бір шектен шығу керек, балаға бір қатыгез қарау керек деген сөз емес. Оны бір еркелетіп отырып, нағыз ер азамат қылып тәрбиелеу керек. Әйел адамды, қыз баланы тәрбиелесе де, бізде мысалы қыз баланы әлпештеу керек деген ұғым бар ғой. Иә, қыз баланы әлпештеу керек, оны жақсы көру керек, бірақ оны анасы тыйып отыру керек та. Оған да белгілі бір деңгейде қатал тәртіп болу керек деп ойлаймын мен. Енді ең басты нәрсе бізде қазір ұлдың тәрбиесі түзелсе, қыздың тәрбиесі жақсы болады деген ойым бар. Енді балаңды аясаң, аяма деп жатады ғой.
сол ең үлкен нәрсе сол шығар деп ойлаймын. Мысалы менің анам мені бала кезімнен мен бір керемет кітап оқыған жақсы көрген бала емеспін. Бірақ мамам мені жанымды қинап отырып, кейде жылап отырып болса да мен батырлар жырын оқыдым. Сөйтіп кітапқа деген махаббатым бір күні оянды. Қазір жақсы көретін болдым. Бала кезде мен бір ұнатпайтын тамақтар болатын. Жаңағы горох дейді, фасоль дейді, жаңағы баклажан дейді, солар жегім келмейтін мен. Сонда жемеймін деген не сөз? Ертең аш қаласың деп тұрып көзімде жыласам да, басқа қылсам да маған жегізетін. Енді ол әлбетте енді кішкентай бала екен деп қинап, мамам бір қате кезде ойламаңыздар. Ол бірақ дегенмен тәрбиеледі да. Сонда ол өмірде неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Өмірде елдің бәрі сенің қалағанды жасай бермейді. Ата-анаң сені әлпештегенмен өмір сені әлпештемейді. Ата-анаң сені аяғанмен өмір сені аямайды. Сондықтан біз баланы тәрбиелеген кезде өмірге икемді қылып тәрбиелеуіміз керек қой. Ал біздің көп жағдайда тәрбиелейтін балаларымыз өзінің ата-анасының мойнына мінетін, өмірде өз еркімен ештеңе істей алмайтын, кез келген нәрседе ата-анасына жабысатын, ата-анасына масыл болатын адамдар тәрбиелеп шығарамыз да. Сондықтан менің бар түсінгенім, бала тәрбиесінде кішкене балаға кәдімгідей тәрбие барысында қатал болу керек екен деген ұғымға келдім да. Балаға яғни кішкене қатты қарау керек. Бізде қазір әкелердің өзі бұрынғы бір әкенің образындағы әке емес сияқты да. Мысалы мен анау бұрынғы нағыз енді ер азамат деп жаңа Абылайларды, Қабанбай батырларды айтамыз ғой. Сол Қабанбай батыр сияқты адамдардың, Абылай хан сияқты адамдардың өзінің баласын еркелетіп жатқан елестете алмаймын мен. Немесе өзінің әйелін еркелетіп жатқан елестете алмаймын. Өйткені ол деген сөз олар бір қатыгез болды, балаларына мейірім көрсетпеді деген сөз емес қой. Олар бүкіл эмоциясын ішінде сақтаған адамдар да. Өйткені сіз эмоцияңызды білдіру арқылы балаңызға еркелеуге мүмкіндік беріп қоясыз. Босаңсуға мүмкіндік беріп қоясыз. Екі түрлі қателік бар сияқты. Егер сен балаңа әрдайым қатал болып өмір бақи ұрса беретін болсаң, оған еті үйренеді де ұрсыңды тыңдамайтын болады. Дұрыс па? Ал егер сен оны өмір бақи еркелететін болсаң, ол сенің еркелігіңе үйренеді да, сенің ұрысқаныңды қабылдай алмайды ол. Ал егер сен жағы Абылай хан бабаларымыз сияқты, Қабанбай батырымыз сияқты эмоцияңды білдірмейтін, салқынған адам болатын болсаң, ер адам ретінде салқынған адам болатын болсаң, сенің сәл ғана қабағының қозғалғанынан елдің бәрі шошитын болады да. Ал біз бірден эмоциямызды білдіріп қоямыз ғой, ой менің балам өте патша, анау мынау деп. Ал оны ертең біз патша дегенмен ел патша демейді. Қызды біз принцесса деп тәрбиелегенмен ертең оны басқа адамдар принцесса демейді. Оған өмірдегі шындықтарды үйрету керек та. Сен ертең жігіт болсаң, сен жауапкершілікті біл, сен ертең ер азаматсың, сенің мойныңда жүк бар, сен қазір отбасыңа жауап беріп жатсың, сен қазір үйіңдегі ойыншықтарың сенің мойныңдағы жауапкершілік. Мысалы мен қазір балам аса бір жасы үлкен бала емес. Қазір 2-ге жақындап қалды жасы, бірақ оның үйінде белгілі бір тәртібі бар. Сағат таңғы 7-те тұрады, кешкі сағат 9-10-да жатады, түсте ұйықтайды, қыдырады деген сияқты. Сосын бір артық ауыз жыламайды. Енді жылаған жағдайда, егер бекер жылаған болса, оны ешкім жұбатпайды, сонда өзі қояды. Ал егер шынымен бір жерге ауырып қалған болатын болса, сол кезде мейірім танытылады деген сияқты ғой енді. Өйткені ол қателік өзінен болған жағдайда, оның кейбір нәрсеге жазаланатынын білу керек. Ал егер оған бір қиянат жасалған жағдайда, біздің тарапымыздан оған қолдау берілетінін білу керек деп ойлаймын мен. Мәселенің барлығы адамдардың жеке бір ойын танытып, мен былай ойлаймын, баламды 5-ке жатқызамын, жатқызбаймын, қазақтың мынаусы дұрыс емес. Біреу қазақтың өзінде ұят деген қалыптасқан нәрсе болса, ол ұят деген нәрсенің өзі бізді кері тартып жатыр, ұят емес деген сияқты бір пікірлер көп қалыптасып жатыр ғой. Менің ойымша осының барлығы адамдардың жеке пікірім бар деген ойынан қалыптасады. Жалпы жеке пікір деген бар ма жоқ па деген сұрақ туындайды менде. Ол жеке пікір деген не? Енді мысалы адам баласы дүниеге келген кезде оның жеке пікірі бола ма? Болмайды. Адам дүниеге келген кезде оның жеке пікірі болмайды. Қайдан келеді жеке пікір? Ол дүниеге келген кезде ата-анасы қандай тәрбие берсе, алғашқы кезде оның ата-анасы айтқан сөзі оның пікірі болады. Ата-ана нені дұрыс десе, сол дұрыс болады, нені қате десе, сол қате болады. Бірте-бірте оның мұғалімдері пайда болады. Мұғалімдер нені дұрыс десе, сол дұрыс, нені қате десе, сол қате болады. Және ұнаған мұғалімі, оған ұнамайтын мұғалім болса, оның айтқанын қабылдамайды ол. Ал ұнаған мұғалімнің дұрыс деген дұрыс, қате дегені қате. Достарының ішінде ұнағаны дұрыс деген дұрыс, қате дегені қате. Және қандай кітап оқиды, қандай телевизор көреді, телевизорда мысалы қандай бағдарламалар болады, кино көрді, соның барлығы оның жеке пікірі болып қалыптасады. Яғни оның жеке пікір деп жүргені, адамның жеке пікір деп жүргені, осыған дейінгі көрген ақпараттарының жиынтығы да. Осыған дейін оның нәпсісіне жағып жинақталған ақпараттың жиынтығы. Сонда елдің барлығы бір зомби сияқты ма, адамның ойы жоқ па деген сұрақ туындайды ғой. Олай емес. Адам баласы, қарайшы, егер
Құдайға сенбейтін атеист адамның өзі таяққа сүйенген, көзі көрмейтін кемпірді жолдан өткізіп жіберсе, көңілі күшті болып қалады да, рахаттанып қалады. Ол бір сауап бар екенін білмейді, жақсылық жасамай ақ қойса да болады, өйткені ол Құдайға сеніп тұрған жоқ қой енді ол. Ол ар жағында жәннат деген нәрсе, тозақ деген нәрсеге сеніп тұрған жоқ. Ол өмірде не үшін жақсылық жасайды? Бұл дүниеде ол өзім үшін өмір сүріп жатырмын деген адам ғой ол. Ол Құдайға сенбейді ғой. Бірақ неге оның жүрегі рахаттанады? Өйткені адам жаратылған кезде оның бойында жақсылыққа деген құмарлық, жамандыққа деген бір жиіркеніш салынған да. Кез келген адам өмірінде бірінші рет күнә жасаған кезде, мысалы бірінші рет ата-анасына өтірік айтқан кезде беті қызарып жаман болады да. Жаман болады. Бірінші рет жасап жатыр да ол. Неге? Өйткені оның бойындағы болмысы, адами болмысы оған қарсы шығады да. Дұрыс емес бұл сен істеп жатқаның, өтірік айтқаның дұрыс емес дейді да. Ал адам оған сол нәрсе ұнап, басқа бір жаман адам сияқты болғысы келгендіктен, немесе өзім бір адамдар мақтасын дегендіктен, немесе қасындағы достары мысалы темекі шегіп жатыр, мен неге шекпей жүрмін, мен де шегейін, мен шексем жігіт боламын деген өзіне сендіріп алғандықтан, ол сол ұятын да басқасын да өзінің санасымен өшіріп жамандыққа құмар болып кетеді да. Қазіргі мен баламды бесікке жатқызбаймын, басқа деген сияқты мәселенің барлығы бір адамдардың бір керемет білімділігінен, ол бесікке жатпаса пайдасы бар екен, бесікке жатса мындай екен дегеннен емес. Көп жағдайда сол қоғамдық пікірдің құлы болғандықтан кетіп қалатын нәрсе деп ойлаймын мен. Ол елдің барлығы қазір ақпарат шықты, бесік зиян екен, бесік бір ескінің қалдығы екен, бала еркін жату керек екен деді. Ол еркін жату керек па, керек емес па, оны кім айтып жатыр, ол сенетін адам ба, ол ғылыми дәлелі бар ма, оны қызықтырған жоқ. Ол әйтеуір қазіргі бір керемет адамдар айтып жатыр, үлкен ғылыми жаңалық деді да, істеді. Бізде қазір қоғамдағы көп адамдардың әрекеттері сол қоғамдық пікірдің құлы болғандықтан істелінеді. Елдің бәрі істеп жатыр ғой деген нәрсе бар да. Ертең елден ұят болады ғой, тойда торт кеспесек болмайды, өйткені елде ұят болады. Елдің бәрі торт кесіп жатыр қазір деген сияқты. Сондай да, өйткені оның негізгі қозғаушы күші қоғамдық пікір. Жеке пікірімде бар деген адамдардың көпшілігі сол қоғамдық пікірдің құлы да. Оның жеке пікірі осы қоғамдық пікірмен қалыптасқан. Сондықтан ол халыққа жағу үшін, адам өзіне киім таңдаса да жұртқа жағу үшін таңдайды ғой. Өзі үшін таңдамайды негізі. Мына жұрт қалай қарайды деп, әйтпесе қазір осы 17 ғасырдағы маған шапандар ұнайды мысалы. Ол 17 ғасырдағы шапанда бір джинси сияқты, басқа сияқты тырысып тұрмайды, кең болып жүресің, шалбары кең, рахаттанып жүресің. Костюм шалбарды кисең, үйге кешке келген кезде костюмдегі бір тырысып, шаршап тұрасың ғой. Аналар жақсы да, шапанмен жүрген, басқамен жүрген. Бірақ қоғам оны қабылдамайды ғой. Сондықтан біз киінгеннің өзінде қоғам үшін киінеміз да. Оны мойындау керек та, қоғамдық пікірге белгілі бір деңгейде не істейміз. Бірақ қоғамдық пікірмен санасу оған құл болу емес та. Ненің дұрыс екенін адам өзінің жүрегімен ақылдасып, және Алланың жасаған заңдылығы, Құран, хадис, енді ол Алланың заңдылығы ғой, енді діннің ақиқат екенін бүкіл әлем мойындайды. Ол діннің ішінде біз елбасымыз өзі айтқандай, түбіміз түрік, дініміз ислам дедік. Дініміз ислам екенін бүкіл қазақ мойындайды. Сондықтан Абай айтады ғой, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл сенбей сенбеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз дейді да. Ол Алланың заңдылығы, сіздің айтып отқан нәрсеңіз Алланың заңдылығына сай ма, сай емес пе? Қазақтың дәстүріне сай ма, сай емес пе? Қазақтың дәстүріне, өзі жалпы ата-анаңның тәрбиесіне дұрыс адамгершілікке сай ма, сай емес пе деген өлшемдерге салып барып істесе, адамдар қателеспейтін шығар деп ойлаймын. Асыл арнада бір керемет бағдарлама бар, өзім жақсы көріп, соны қараймын. Сырым Story бағдарламасы, соның 20 санын қарап шықтым. Енді көпшілік көреді, көпшілікке ыңғайлы форматта, жастарға да өте жақсы. Осының жалғасы болады ма? Бұл кезінде айтыста Мұхамеджан Тазабек ағамыз айтып еді, арғымақ алдына еш жан салмаған арқасы босап тұрса бар шаруадан деп. Сол сияқты арғымақтың арқасы шаруадан босаса бір керемет жүйріктік көрсетеді ғой, шынымен алдына жан салмайды ғой. Сол сияқты басқа нәрселерді ысырып, шын ниетпен кіріскен кезде кез келген істің бір өнімі, нәтижесі болады ғой. Біз көрермендерімізге деген құрметіміз шығар. Осы сіз айтқандай шынымен Сырым Story бір ерекше форматта шыққан, халыққа ұнаған бағдарлама болды. Сол деңгейде, биік дәрежедегі бағдарлама болу үшін бір 2 айлық үзіліс алдық. Идея енді өзіміздікі, асыларына бұл бір халыққа бір жақсылықты жеткізудің формасын іздеу барысында туындаған идея болатын. Тек қана жалғыз өзімдікі деп айтылмаймын. Бір 3-4 адамның басының бірігіп, бір жақсы ақылдасқанның берекесі бар дейді ғой, ақылдасып шыққан идея болатын. Өзі маған жарасатын және жастардың да көңілінен шығатын, қарапайым халыққа өтетін бір дұрыс форманы іздеу барысында туындаған идея ғой.
сол формада тағы да бір жақсы тақырыптарды халыққа ұсыну үшін бір 2 айлық үзіліс алған болатынбыз. Енді бұйыртса жалғасын табатын болады. Бұйыртса сіздерді бір керемет бағдарламалармен қуантамыз деген ойдамын. Біз мұсылманбыз. Мұсылман болғандықтан Мұхаммед пайғамбар саллаллаху пайғамбар деп мойындаймыз, және әлемде ешқандай кемшілігі жоқ адам жалғыз сол пайғамбар ғой. Одан басқа адамның барлығының кемшілігі бар да. Сондықтан мен үлгі тұтатын адам болғанда барлық адамдарды белгілі бір деңгейде үлгі тұтасың ғой. Әрқайсының өзінің артықшылығы бар, кемшілігі бар. Мен енді қазақ даласында, осы қазіргі қазақ қоғамында мен үлгі тұтатын адамдар әлбетте енді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты барлығы үлгі тұтады деп ойлаймын. Ал енді осы рухани жағынан Мұхамеджан ағамызды үлгі тұтамын. Өйткені шындығында ол кісінің жасаған еңбегі өзін былай енді өмірбаянына қарасаңыз әуелі айтыста үлкен биікке шықты. Айтыстың өзін былай жоғары деңгейге көтеріп Тұрсынбек Кәкішев сияқты ғалымдар оған 50 жылда бір туатын тұлға деп таң қалып үлкен ғалымдардың өзі. Бүкіл айтысқа үлкен рухани өзгеріс әкеліп, оның деңгейін поэзияның деңгейіне, тіпті кейбір жерлерде поэзия деңгейінен жоғарыда қылып, айтыстың бағытын өзгертіп, құнарландырды. Одан қалса, қазір Асыл-Арна телеарнасын ашып, ұлттық руханиятқа үлкен үлес қосып, елге отбасылық мәселеде де, рухани мәселелерде де сұрағына жауап беретін үлкен арнаның пайда болуына негізгі ұйытқы болды. Оны енді былай қарасаңыз, айтқанға оңай болғанмен, оны ұйымдастыру бар, оның барлық идеясын, концепциясын жасау, оның бағдарламаларының идеяларын шығару, немесе адамдардың басын қосу, жақсы жігіттерді, кадрларды тәрбиелеп шығару деген нәрсенің барлығы оңай шаруа емес. Одан қалса, ол жұмыстың барлығын тоқтатпай, қосымша халықпен де кездесіп, елге өзінің білгенін, ойын өмірде пайдалана алатындай деңгейде ақыл беріп жатқан тұлғалардың бірі осы Мұхамеджан ағамыз. Сондықтан өмірде шынымен аға тұтатын, үлгі тұтатын, сондай болсам деп тырысатын адамның бірі осы Мұхамеджан ағамыз. Өзіміз ер азамат болсақ та, жалпы енді адам ішкі дүниесінде бір қорқыныш болады. Сырым неден қорқады? Дұрыс айтасыз, адамның барлығы белгілі бір нәрселерден қорқады ғой. Енді өзі ештеңеден қорқпайтын адам болмайды. Бауыржан Момышұлы айтады ғой, батырлық деген қорқыныштың жоқтығы емес, ол қайта қорқыныш бола тұрып соны жеңу деп. Сол сияқты мен бір абыройсыздықтан қорқам. Ол абыройсыздықтың түрі көп қой. Өзіңнің қателікке ұрынып қалуың, әлбетте ол бір нашар адаммын бір деген сөз емес. Бірақ егер Алла сақтамаса, адам баласының қателесу оп-оңай. Сондықтан сондай абыройсыздықтан қорқамын. Белгілі бір нәрсеге ұрынып қалып, бір нәрсені қате айтып қойып, қате жасап қойғаннан қорқамын. Және шынайы ұрпақтарымның арасынан да, балаларымның арасында сондай бір қателікке ұрынып қалатын адамдардың шығуынан қорқамын. Ол мүлде қателеспейтін адам жоқ қой. Бірақ негізінен дұрыс адам болып, жақсылыққа талпынып, жақсылық таратып жүрген адам болатын болса, Алла белгілі бір деңгейде оны бір үлкен қателіктерден сақтайды да. Сондықтан сол үлкен қателіктерге ұрынып қалудан қорқамын. Ақша адамға бақыт сыйлайды ма? Қазір өзіңіз байқасаңыз, осыдан 10 жыл бұрын ел қалтасындағы ақшасын шығарып концертке баратын да. 5000 теңгеге, 2000 теңге билет алып концертке баратын. Қазір бүкіл ақшасын шығарып тренингке барады. Әртүрлі тренингтерге барады да. Көп жағдайда рухани тренингтерден көрі кәсіп ашуға арналған бизнес тренинг дейді ғой, сондайға жұрт құмартады. Өйткені елдің барлығы бақытты болуға емес, бай болуға тырысып жатыр. Және өзін бай қылып көрсеткісі келіп жатыр. Демонстративті қоғам деген түсінік бар ғой, көрсету үшін өмір сүретін. Біздің қоғам белгілі бір деңгейде сондайға алып бара жатыр да, сондайға бара жатыр. Ол бір анығында бай емес, бірақ ол кредитке, несиеге алып тұрып, үй сатып алады, несиеге алып тұрып, машина сатып алады, несиеге алып тұрып, той жасайды, несие алып тұрып, тағы бір өзінің бір атағын шығарама, басқа қылады. Бірақ ол қарызға белшесінен басқан 10 жыл бойы соны итшілеп қайтаратын адам, бірақ ол сырт көзге міне менің машинем бар, үйім бар деп көрсеткісі келеді да. Өйткені елдің барлығы қазір бақытты болуға емес, бай болуға тырысып жатыр. Одан қалса елдің барлығы қазір жаңағы әйтеуір бір кәсіп ашсақ, сөйтіп тез арада байып кетсек деп жатыр ғой енді. Неге деген сұрақ туындайды, өйткені жаңағы айтқандай қоғамдық пікір біздің бала кезімізден бастап бір бай адамдар бір керемет өмір сүретін сияқты қалыптасқан. Бірақ енді бұл жерде бір парадокс,
жағдайы жоқ адамдар бізде байларды жек көреді. Бай адамды бір оңбаған санайды. Бірақ өзі бай болғысы келеді да. Сонда ол оны тек қана сол байлық өзінің қолына түспеген үшін ғана жек көретін болып тұр да. Шындығында адамдар өз-өзіне әділ емес. Бай адамды оңбаған деп ойлайды, бірақ өзі бай болғысы келеді да. Сонда ол оңбаған болғысы келе ма? Бұл нәрсе бір түсініксіз нәрселер да. Енді бақыт деген не нәрсе деген сұрақ туындайды ғой. Шындығында қазір бақыт деген не деп сұрасаң, елдің бәрі әртүрлі жауап береді. Біреу оны ақша дейді, біреу енді ашық айтпауы мүмкін оны, бірақ әйтеуір жағдайың жақсы болса, бақытқа себебі болады ғой деп айтуы мүмкін. Біреу оны ата-ананың амандығы дейді, жаңа енді гуманистер жақсы ойлайтындар. Әйеліңнің сұлу болғаны деп айтуы мүмкін, бала-шағаңның көп болғаны деп айтуы мүмкін. Бақыт деген не деген сұраққа жауап өте көп. Ең қызығы бұның барлығы дұрыс. Өйткені ақшаңның болғаны кім жек көреді? Атақты болғаны кім жек көреді? Әйелінің сұлу болғаны кім жек көреді? Ата-анасының аман болғаны кім жек көреді? Бала-шағасының көп болғаны кім жек көреді? Оның барлығы керек емес пе адамға? Бірақ барлығы келісетін бір нәрсе бар да, ол жүректің тыныштығы. Мысалы, сіздің әйеліңіз сұлу болып, бірақ сізге адал болмаса, сіздің жүрегіңіз тыныш болмайды. Сіздің бала-шағаңыз көп болып, бірақ сіз оның тәрбиесіне атсалыса жатсаңыз, немесе ол күннің бірінде біреу ауырып жатса, үлкен ауруларға ұшыраса, сіздің жүрегіңіз тағы да тыныш болмайды. Егер сіз бай болсаңыз, бірақ сіздің ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын білмей, немесе ақшаңызды қатты жақсы көріп, біреу ұрлап кете ме деп отырсаңыз, қылп-қылп етіп, оның жүрегіңіз тағы да тыныш болмайды. Атақты болсаңыз, бірақ атағыңыз сізге пайдадан гөрі көп зиян алып келіп, жұрттан бір неше түрлі сөз естіп, жұрттың қарғысына ұшырап жатсаңыз, жүрегіңіз тағы да тыныш болмайды. Ал жүрек қай кезде тыныш болады? Енді Құранда имамдарымыз айтып жатыр, Құранда Алла Тағала айтады, жүректер тек Алланы ойлаумен тыныштық табады дейді. Ол не деген сөз? Алланы ойлаумен деген сөз. Яғни сіз осы нәрсенің барлығына адал жолмен жетсеңіз. Және адамның басында екі түрлі проблема бар да. Оның басына бақыт келсе, тасып кетеді. Қайғы келсе, жасып кетеді. Осы екі нәрсеге ұрындырмайтын нәрсе өмірі Алла Тағаланы еске алу ғой. Ол бақытқа жетсе де Аллаға шүкір етіп жүрсе, қайғыға, қиындыққа ұшыраса да Аллаға тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, сол бүкіл мәселенің шешімін Алладан сұрап жүрсе, адамның жүрегі тыныш болады да. Сол кезде өмірдегі барлық адам бай болса да, кедей болса да, атақты болса да, атақсыз болса да, әйелі бар болса да, сұлу болса да, сұлу болмаса да, бала-шаға көп болсын, аз болсын, енді Алла қандай тағдыр берсе де бақытты болады да. Қасиетті хадисте айтылған дейді ғой, мұсылманның жағдайы не деген керемет, оныкіндей жағдай ешкімде жоқ дейді. Оның басына бір жақсылық келсе, ол шүкірлік қылады, оған түбі ол қайырлы болады. Оның басына бір қиындық келсе, ол сабырлық қылады, ол да түбінде оған қайырлы болады дейді да. Яғни ол ешқашан ұтылысқа ұшырамайды. Қиындық келсе де аздап сабыр етеді, түбінде жақсы болады. Жақсылық келсе, оған да тасып кетпейді, сәл сабыр етеді, түбінде ол да жақсы болады. А бізде осы формуланы білмейтін адамдардың барлығы басына жақсылық келген кезде сол жақсылықты көтере алмай, бай болғанын, атақты болғанын көтере алмай, туысқандарына қарамай, бір адамдарға ауыр сөз айтып қойып, құтырып, қиындыққа ұшырайды. Немесе басына бір қиындық келген кезде сол қиындықты көтере алмай, жасып, бүкіл өмірден түңіліп, өзін өзі өлтіруге дейін барып, тағы да азапқа ұшырайды, тағы да бақытсыз болады да түбінде. Сонда өмірде екі ақ проблема бар. Қуаныш келсе тасып кетпеу, қайғы келсе жасып кетпеу. Бұның барлығын шешетін нәрсе сол жүректің тыныштығы. Ал жүрек тек Алланы ойлаумен тыныштық табады да. Біз ер жігіттер жыламайды деп жатамыз, енді біз білеміз ғой, енді кейде бір көрінбейтін жерге барып көз сығып алатын кезіміз болады. Сырым соңғы рет қашан жылады? Енді жақында жыладым негізі. Енді жылаған кезде өзі жылаудың түрі бар ғой. Жылаудың түрі бар. Тек қана қуаныш қайғыдан емес шығар. Мәселе сол не себептен жылау ғой. Адамның баласыны шынымен жүрегі тастан жарылмаған адам негізінен салқынғанды ғой. Ер адамның өзі өмірде қазір біз адам деген жаратылыспыз ғой. Сол адам деген жаратылыстың екі ақ түрі бар ғой. Ер адам бар, әйел адам бар. Екеуі бір-бірін толықтырады, бірақ бір-біріне ұқсамайды да. Әйел адам негізінен сезімнің адамы, эмоцияның адамы. Ер адам негізінен салқынғанды. Ода эмоция жоқ емес, бірақ оның эмоциясынан гөрі ақылы, салқынғандылығы, өмірлік тәжірибесі, бір даналығы жоғары тұрады да. Сондықтан ол әйелінің көзінше, басқа адамдардың көзінше жылағанын көрсетпейді, жыласа көзінің жасын бөлек жерде сығып алады деген сияқты. Мен көп жағдайда енді бір керемет еңкілдеп жылаймын деп айта алмаймын. Бірақ бір толқыған кезде көзіме жас аламын. Біз ер адам болғандықтан ер адам неге жыламайды? Біз көп нәрсеге былай шынайы қараймыз да, салқынғанда қараймыз ғой. Оның себебіне үңілеміз да. Егер біз бүкіл нәрсеге эмоция білдіре беретін болсақ, онда өмірде жетістікке жетпейміз ғой. Құлаймыз.
бізде жылауға уақыт жоқ та. Жылаған келмейді емес, жылаған келеді, бірақ уақыт жоқ. Өйткені ер адам ол мәселе шешу керек та. Ал мәселе шешу үшін ол суға ақылды пайдалану керек. Салқынқанды болу керек. Өмірге шынайы, орысша айтқанда реально қарау керек дейді ғой, шынайы қарау керек та. Ал ол үшін оған эмоция кедергі келтірмеу керек та. Эмоция білдіру ол әйел адамдардың еркіндегі нәрсе. Сондықтан мен бір аса жиі жылаймын деп айта алмаймын. Бірақ бір көңіліңнің босайтын кездері болады. Егер сырым өзінің соңғы бір сағат өмірі қалғанын білсе, кімге хабарласып, болмаса не істер еді? Енді өміріңнің бір сағатты қалғанын, қалмағанын ешқашан анық біле алмайтынымыз рас қой. Егер білген жағдайда, менің ойымша, мен ешкімге хабарласпас едім. Мен барлығы үшін дұға жасап, өзім үшін де дұға жасап, осы намазымды оқып, Алланың алдында кездесуге дайындалатын едім. Және осы өмірімді қалай сүріп жатырмын, ары қарай соны сүре беретін едім деп ойлаймын. Негізі ақылы сау адамның барлық өмірі сол өлімінің бір сағат қалған сәтіне дайындық қой. Өйткені адам қалай өмір сүрсе, солай өледі, қалай өлсе, солай тіріледі деген да, қиямет күнінде. Мына өмірде біз бәріміз сынақ дейміз, бірақ ол сөзге мән бермейміз ғой. Өмір сынақ деген сөз, Алла сені сынап жатыр деген сөз да. Яғни сенің әрбір сәтіңде сен жаныңды алып кетуі мүмкін. Біз қай кезде өлетінімізді білмейміз ғой. Өміріміздің бір сағаты қазір қалған шығар, соңғы бір сағаты. Мен қазір сізге мысалы сұхбат беріп жатырмын да. Өміріңнің соңғы бір сағаты қазір болуы мүмкін да. Сондықтан кез келген амалда адам екі жақты пайданы ойлау керек. Бұл дүниеден бұрын қияметте пайдасы бар ма, жоқ па? Өмірімнің соңғы сәтін өткізетіндей дүние ме, жоқ па деп қарастыру керек та. Сондықтан қалай өмір сүріп жатырмын? Мен қазіргі өмірімде мүмкіндігінше өлгеннен кейін өкінбейтіндей, сол амалды істеп жатып өліп кетсең өкінбейтіндей амалдар жасауға тырысамын. Сондықтан өмірімнің бір сағаты қалса да сондай амалмен айналысатын шығармын деп ойлаймын. Сырым, анаңды Меккеге апардың ба? Алланың қалауымен, иә. Қарызымды өтедім деп ойлайсың ба? Жоқ. Ата-ананың қарызынан құтылу деген мүмкін емес нәрсе ғой, негізі. Шындығында мынау, мен баяғыда осы, біздің бір керемет діни біліміміз жоқ қой. Сол ел қатарлы имамдардан тыңдаған уағызымыз, оқыған кітабымыз, сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шығаратын кітаптарын оқу арқылы, өзіміздің сол білім ізденуіміз арқылы келетін білім ғой. Солындай әңгімелердің бірінде бір естігем. Енді ұмытпасам, сол Абу Ханифа болу керек. Бір кісіге тақуалық туралы кітап жазыңызшы деген кезде сауда деген кітап жазып шықты дейді. Өйткені адамның имандылығы дүниемен байланысқа түскен кезде білінеді дейді ғой енді. Ол бір жағы болса керек, екінші жағы мен мынандай ойға келдім. Адамның негізі бүкіл өмірі сауда ғой. Бүкіл өмірі саудаласуда. Енді әртүрлі нәрсемен саудаласады, бірақ саудада. Қарапайым тойға барғанның өзінде де біреу сізге 10 000 теңге алып келсе, тойыңызға сіз оған келесі жолы 5 000 теңге әкелсеңіз аз болады, 15 апарсаңыз көп болады, 10 000 алып барасыз да. Бірақ енді ол сіздің жағдайыңызға да байланысты. Дегенмен көп нәрсе осындай. Сіз біреуден бір көмек көрсету үшін есіңізге түсіресіз. Мен оған бір кезінде жақсылық жасап пем, жасамап пем. Қадірім өтіп пе, өтпеп пе? Бұл мені қаншалықты деңгейде сыйлайды? Мен шақырғанға келетін адам ба, адам емес пе деп есептейсіз. Яғни мен бұған не бердім деген нәрсені есіңізге түсіресіз да. Өмірде бүкіл нәрсе осындай сауда ғой. Сол сияқты адамның кейде ата-анасымен қарым-қатынаста сауда сияқты маған. Өйткені біз ата-анамыздың бізге жасаған жақсылығын есептейміз да, соны қайтарғымыз келеді да. Ал негізі оны қайтара алмайсың ғой. 1000 жерден оған жақсылық жасаймын десең де, ол ата-анаң сияқты өзіңді, ол сені өмірге алып келді. Сен үшін бүкіл түн ұйқысын 4 бөлді деген оңай нәрсе емес қой енді. Сенің әлі түк түсінбей тұрғаныңа қарамастан, ол адамның былай қарасаң, егер әйел адамның жасап жатқан, аналарымыздың жасап жатқан еңбегіне қарасаңыз, оны ешбір адам шыдап жасай алмайды. Көзіңіз елестетіңізші, сіз жасыңыз ондай бірде емес. Мысалы да, жаңадан өмірге келген жоқсыз. Осы жасыңызда біреудің қасында мазалап, жылап жатсаңыз, мазалап, дәретке дұрыс барамай қайта-қайта білдіріп қоятын адам болсаңыз, сізді қарап жүрген бөтен бір адам солай шыдай ма? Қазір ауру болып дәретіне ие боламай жатқан, бала сияқты жылап қойып жатқан, бала сияқты бір нәрсені білдіріп қойып жатқан, бала сияқты әр нәрсені сұрайтын бір ауруға ұшыраған адамға кез келген адамның жүйкесі шыдамайды. Ал сіздің ата-анаңыздың жүйкесі шыдады да. Оны қайтып қайтарасыз қарызды.
Оны қайтарудың бір ғана жолы бар да. Ол сізге не берді, сіз де оған соны бересіз. Егер ол сізге бала күніңізде шыдаса, сіз оған қарттық күнде шыдайсыз. Ол сізге бала күніңізде қандай жақсылық қылса, сіз одан да асырып жақсылық жасауға тырысасыз. Бірақ қарыздан құтылмайсыз да. Мені қатты ойландыратын бір нәрсе туысқандық қарым-қатынастың нашарлығы. Ең қатты қарным ашатын нәрсе сол. Біздің қоғам даму үшін, қазақ елі даму үшін ең үлкен нәрсе туысқандық қарым-қатынас деп ойлаймын мен. Мысалы қазір көп балалы аналар, әртүрлі қоғам өкілдері үкіметке өкпелеп ренжіп жатыр ғой. Өте орынды. Қазір сондықтан үкімет те қозғалып оларға белгілі бір жағдай жасап жатыр. Бірақ осыны Қытайдан келген қандастарымыз түсінбейді. Қытайда өзіңіз білесіз, бір баладан артық дүниеге әкелуге рұқсат жоқ етін. Қазір енді осы соңғы уақыттарда ғана 2 балаға дейін көбейтті деймін. Енді сіз қараңыз, сізге заң бойынша, мемлекет бойынша 2 бала дүниеге әкелуге рұқсат берген болса, 3-ші балаңыз не істейді? Адам баласы бала көтермей тұра алмайды ғой енді. 3-ші балаңыз болса, сізге оны аборт жасатады. Оны жасырып туғысы келген адамдар болған, оны қуалап жүріп өлтірген балаларын. Осы қиындықтың бәрін көрген да Қытайдағы қандастарымыз. Кейде оны тығылып туып баласын бір жерге жасырып деген сияқты нәрселер жағдайлар болды. Енді оны баласын жасыру үшін қандай амалдар барған, ол неше түрлі азап көрген да Қытайдағы қандастарымыз. Сондықтан олар қазір біздің көп балалы аналардың болсын, жалпы баласы бар адамдардың үкіметке ренжігенін түсінбейді. Оның барлығының әкесі Назарбаев емес қой дейді. Бізде қоғамдағы көп мәселе туысқандық қарым-қатынас жақсы болған кезде шешіледі. Мысалы, сіздің отбасыңызбен менің отбасым, екеуміз бір-біріміздің отбасымызды білмейміз да. Енді жеке таныстығымыз бар шығар. Қазір мен сізді интернет арқылы Батыр блогер деген атыңызды көріп жүрмін. Сіз Сырмай Өзхан деп мені біліп жүрсіз. Қазір екеуміз кездесіп тұрмыз. Сіздің қандай адам екеніңізді, сіздің қасыңызда жүріп мен белгілі бір деңгейде білуім мүмкін. Бірақ сіздің отбасыңызды танымаймын. Бірақ екеуміздің отбасымыз бірдей да. Бүкіл осы бізді көріп отқан көрермендердің барлығымыздың отбасымыз бірдей. Барлығының отбасында міндетті түрде тойдан кейін төбелес шығаратын біреу бар. Міндетті түрде ешкімге жақпайтын ешкімге жақпайтын бір жеңге, өсек айта беретін келін, шайды дұрыстап қоймайтын келін, бір елдің бәріне ақыл айта беретін іні деген сияқты бір образдар бар да. Ол сіздің отбасыңызда жеңге, менің отбасымда әпке болуы мүмкін, бірақ сол типажда, сол образда. Ол бүкіл отбасында бар осы. Неге деген сұрақ туындамай ма? Өйткені Алла Тағала адамдарды отбасы қылып жаратқан. Сондықтан бізге Тұрсынбек Қабатовтың әзілдері өтеді. Өйткені ол біздің күнделіктегі, ол негізі ол өзінің бір отбасы туралы немесе басқа бір жақында біреудің отбасы туралы айтып отқан болуы мүмкін, бірақ бәріне өтеді. Неге? Өйткені бәрінде осындай типаж бар. Қалай біз адамның бәрі әртүрлі дейміз ғой? 7 миллиард адам бір-біріне ұқсамайды дейміз ғой. Өйткені Алла Тағала адамдарды отбасы қылып жаратқан. Енді қараңыз, бір отбасы ол бір мозаика сияқты. Мозаика деген нәрсені білесіз ғой? Ол тұтас болған кезде бір картина болғанмен, жеке-жеке алған кезде ол кішкентай бөлшектерден тұрады. Ол бөлшектің бір сәл артықшылығы бар, кіретін жері, және кішкентай тесіктері бар да, кемшілігі бар. Сол сияқты бүкіл біздің отбасыдағы тұлғалардың артықшылық кемшіліктері бар да. Алла Тағала біреуге байлық берген, біреуге ақыл берген, біреуге пысықтық берген, біреуге жанашырлық берген, біреуге сұлулық берген деген сияқты әртүрлі қабілеттерді берген. Осының барлығы басын біріктіріп, отбасы, туысқандар бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болған кезде ғана береке болады. Ол жеке-жеке баюы мүмкін, жеке-жеке атақты болуы мүмкін, жеке-жеке жағдайы жақсаруы мүмкін, жеке сұлу болуы мүмкін, жеке пысық болуы мүмкін. Бірақ бәрібір бір нәтиже жетіспей тұрады. Өйткені туыстық қарым-қатынас әлсіз жерде, туыстар бір-бірімен тығыз жақсы байланыспаған жерде береке болмайды. Сіз әлемдік деңгейдегі бай адамдарды қарасаңыз да, біздің Қазақстанның деңгейдегі бай адам, яғни отбасының берекесі тасыған адамдарды қарасаңыз, туысқандар, семьялары да, өйткені олар туысқандармен жақсы қарым-қатынаста болған. Осындай туыстық қарым-қатынас жоқ та бізде. Сол туысқандық қарым-қатынас жоқ болғандықтан елдің бәрі несие алады. Қазір бізде туысқандық қарым-қатынастың орнын банкқа ауыстырып жатыр да. Құрсын бәлесінен аулақ, ана пәленшеден сұрасаң тағы да олар ренжіп сөйтіп жүреді. Одан да құрсын ешкімге жалынбайық, сол банктен ала салайықшы. Құлақ тыныш болсын дейді. Банк құлақ тыныш болады, бірақ ол өмір берекесі болады ғой. Ол банктен 3 миллион алады, оны 4,5 миллион қылып қайтарады. Ол 4,5 миллион қайтаруға мына жерде оның жағдайы бір керемет емес. Ол оны итшілеп жүріп қайтарады. Ол кезде тағы да туысқандардан қарсы сұрайды, ол тағы да бермейді, ол одан сайын жамандайды, сөйтіп туысқандар қарсы үзіле береді. Адам сөйткен кезде ол туысқанына ренжи алмайды, өйткені өзінің туысы. Банк енді банктың шарты сондай, қарыз берді, банкке ренжи алмайды. Кімге ренжиді? Үкіметке ренжиді да.
Ол неге бізге ақшаны көбейтпейді, үкімет бізге неге жағдай жасамайды, мына баланың бәрін не үшін туып жатырмыз, балаға неге жағдай жасамайды дейді да. А егер сол туысқандар жақсы қарым қатынас болған кезде жаңағы көп балалы аналардың көпшілігін туысқандар көмектесетін еді да. Сонда ол үкіметке ренжімейтін еді да. Міне біздің пәленше деген ағамыз бізге жағдай жасап жатыр, пәленше деген ағамыз өзінің келіп сөзін айтып жатыр деген сияқты. Бізде қазір туысқанның қарым қатынасы екі ақ жерде. Тойда, аста. Оның өзінде ол бір әйтеуір көрініп кетті, келмеді демесін деген сөз үшін. Өкінішке орай. Бірақ ол мүлдем жоқ деген сөз емес. Шынымен енді оңтүстік өңірлерде, басқа да өңірлерде туысқанға сатылған жерлер бар, бірақ біз сол жерден береке көреміз да. Содан үлгі алып жатқан қазақ аз деп ойлаймын мен. Осы туысқандық қарым-қатынас түзелген жағдайда қоғамның көп мәселесі шешіледі. Көп мәселесі шешіледі. Адамдар бір-біріне кешіріммен қарап, мейіріммен қарап, осы туысқанның бірлігін ойлап бір нәрсеге біріккен кезде елдің болашағы жарқын болады да. Біз бір отбасыны біріктіре алмай жатқан кезде бүкіл Қазақстанды қалай біріктіреміз? Сыр айтысқа келейікші, қазіргі айтыс пен 90-шы жылдардағы айтыстың айырмашылығы қандай? Мен енді 90-шы жылдардағы айтысқа қарағанда қазіргі айтыстың өкілімін ғой. Бірақ шынын айтсам, қазіргі айтыс менің көңілімнен оңай шықпайды. Біз 90-шы жылдардағы айтыскерлер сияқты, 90-шы жылдардағы айтыс сияқты айтыс емес қазіргі айтыс. 90-шы жылдардағы айтыста әр ақын өзінше бір төбе еді. Мысалы, Мұхамеджан аға өлеңге үлкен қуат алып келді, жазба поэзиямен деңгейлес, тіпті одан жоғары деңгейдегі өлең алып келді. Оразалы ағамыз фольклорды алып келді. Ол кісінің теңеулері де керемет еді. Бекарыс аға таза айтыстың өзі қандай болу керек екенін көрсетті. Шапа-шап айтыстың нағыз үлгісін, тап бермеде жауап беретін бір керемет ұтымды жауаптардың үздік үлгілерін көрсетті. Меліс ағамыз мына батыстың төкпесін алып келді. Мына жақтан Бекжан ағамыз, Бекжан Әшірбаев ағамыз философияны алып келді. Бір ерекше өзі Жүрсін ағамыздың сөзі бар ғой, Бекжанның дүйсенбіде айтқан сөзін сейсенбіде түсінеді деп халық. Сол сияқты бір ерекше, ол да бір ерекше формат еді. Одан қалса Айнұр апамыз әйел азамдардың тарапынан бір керемет айтыстар жасады. Ақмарал апамыз өзінше бір ерекше болды. Әрқайсысы ерекше еді, қызық еді. Оның алдындағы буынды қарасаңыз, Шорабек аға өзінше ерекше еді, Ерек ағамыз өзінше ерекше еді. Әрқайсының өзінің бір стилі бар еді. Қазір ақындардың бәрі бір сарынды сияқты. Сосын бір шынайы өлең аз. Шынайы адам, қазір популизм көп. Халыққа қол соқтыру үшін айтылатын сөз көп. Бірақ бұрынғы мысалы сіз ақындардың проблемаларын көрсеңіз, өзінің жүрегінен өтіп шынайы сезінген, көзімен көрген мәселені айтатын еді. Түйсініп, өн бойынан өткізіп айтатын. Ал қазір хайп дейміз ғой, елге өтіп тұрған теманы, қазір онсыз да мына мәселе өтіп жатыр, осыны айтсам халық қол соғады деп айтқан шумақтар көп. Және шынайы бір-бірімен жауаптасудағы бір шынайы айтыстар аз. Өйткені бір ерекше стиль, оның енді бірнеше себебі бар. Бұрын Аманжол ағамыз кетті. Аманжол ағаның өзінің ерекше стилі бар еді. Ол кісінің арқаның бір керемет салт-селдерінің стилі бар еді. Олар өзінің мектебінен мектеп қалыптастырып, сол мектептің мақамымен, сол мектептің стилімен шығатын еді ғой. Біз солардың барлығын көріп өстік. Қазір осының барлығы микс болды. Батыстың адамда ақыны, мысалы батыстан ақын шықса, ол Аманжол ағаны айтысын көрген, Оразалыны айтысын көрген, Мұхамеджан ағаны айтысын көрген. Ол әрқайсынан өзіне ұнайтын жерін алып, Аманжол ағаның мақамымен, Мұхамеджан ағаның сөзіне ұқсас сөздер айтып, айтыста Бекарыс аға сияқты айтысатын ақындар шығып жатыр да. Бірақ бірте-бірте ондайдан да қалып бара жатқан сияқтымыз. Неге деген кезде бұрын айтысты көретін көрермендер де, айтысқа қатысатын ақындар да жоғары интеллектуалды адамдар еді. Өйткені олар бала кезден кітап оқып өскендер еді. Қазіргі айтысатын ақындарда көрермендердің көпшілігі де кітап оқитындар емес. Негізінен тетрис ойнап өскендер, сот күш қылап өскендер. Оразалы ағамыздың айтыстарын қарасаңыз, халық Оразалы ағамыз төкпеге салады ғой. Мысалы төкпе деген жаңа 8 буындық өлеңдер ғой. Айдададым адайдың төкпеге салған кезде ешкім шапалақ ұрмайды. Сол төкпенің ішінде бір керемет теңеу, бір керемет сөз пайда болған кезде ғана шапалақ ұрады. Қазіргі ақындар төкпеге сала бастаған кезде, оның сол төкпеге салғаны үшін, мақамы үшін, ритм үшін шапалақ ұрады да халық. Және қазіргі шоудың көбейгені соншалық, бұрын енді айтыстан басқа шоу жоқ еді қазақта. Шоудың көбейгені соншалық, халық қазір айтыстан не күтіп келгенін білмейсіз. Қазір көрермендердің көпшілігі айтыстан шоу күтеді.
Сондықтан ақындар шоу жасағысы келеді. Сондықтан әртүрлі әдіс тәсілдерге барады. Қазір өзіңнің үлкен интеллектуалдық біліміңді, ұлттық руханиятыңды халықтың қалағысы келіп тұрған форматында жеткізетін шеберлік болмаса, елді қызықтыру қиын. Ондай шебер ақындар көп шығып жатқан жоқ. Өйткені құдықтағы құрбақаға аспан теңгедей болып көрінеді дегендей, біздің ақындарымыз белгілі бір ізденістен, сол тек қана айтыстың көлемінде ізденумен шектеліп қалған сияқты. Қазір айтыскер деген тек қана айтыстың көлемінде ізденбеу керек. Өзінің алдағы ақындарды білудің өзі аздық етеді қазір. Қазір халық не қалап отыр, халық нені ұнатып отыр, соның барлығын зерттеу керек сияқты. Яғни сіз әлемдік тәжірибе, қазір киноларда не айтылып жатыр, идеология жағынан не жасалып жатыр, қандай кітаптар бар, елге қандай ақпарат жеткізу керек. Шынымен халыққа жаның ашып, халыққа не айту керек екенін адам іздену керек та. Сосын оны жеткізудің формасын іздеу керек қой. Кейде кейбір ақындар мысалы елдің деңгейі мысалы мына деңгейде болса, қарапайым халықтың сұрап отырған сұранысы мына деңгейде болса, ол өзінің айтқан мәселесін мына деңгейде айтып, халықтың сұранысынан жоғары деңгейде ешкім түсінбейтін нәрсе айтып жібереді. Немесе халықтың деңгейіне түсем, елдің қалап отырған нәрсесін айтамын деп, бүкіл өзінің принциптерін, басқасының бәрін құрбан етіп, халықтың деңгейінде шапалақ ұрғызады, бірақ елге пайдалы, елді өсіретін ештеңе етпейді. Ал мықтаған осы деңгейдегі нәрсені иіп, халыққа пайдалы нәрсе ұсыну керек еді ғой. Айтыстың алдында жүлдегерлер белгілі болады деген рас па? Бұл сұрақты енді әртүрлі қарастыруға болады. Кейде мынау адамдар бәйгеге ат қосқан кезде де аттың сыншылары қай аттың бірінші келетінін болжап отырады ғой. Сол сияқты айтысқа ақындар шыққан кезде де белгілі бір деңгейде оның бір шабысы деңгейіне қарап та болжауға болады. Ай, мына ақын жүлде алады ау, мына ақыннан жеңеді ау, ал мынау не қыламайды ау деген сияқты. Бірақ оның барлығы адам күткендей болмайды. Ал енді ішкі кухнясына келетін болсақ, ол енді айтысқа байланысты қай ақын жеңетіні әрдайым белгісіз ғой. Ол Алланың қолындағы нәрсе. Өзің үшін айтыста Жүрсін Ермановтың есігі қаншалықты, қанша пайызға ашық? Жалпы айтыстың есігі бізге ашық қой. Қазіргі деңгейде бізге айтысқа шығамыз десек қой деп отқан ешкім жоқ. Бір керемет енді жабық болды деп те ойламаймын. Бір енді әртүрлі себептерге байланысты айтыста Жүрсін ағамыздың айтысына шыға алмаған кездер болды. Бірақ ол бір айтысқа деген есігім жабылып, бір шеттетіліп қалдым деп ойламаймын одан. Сырым, жалпы айтыста бабымда, бағыңда келісіп тұрып, жүлдеге ілінбей қалған кездерің болды ма? Жалпы қиянат жасалған кез болмаса саған? Біз өмір сүріп жатырмыз ғой. Біз өмір деген нәрсенің өзі жалған дейді ғой. Өмірдің бір аты жалған ғой. Біз жалғаннан шындық іздеп жүрген бір бейбақтарымыз ғой. Сондықтан ол адам болған жерде, пенде болған жерде 100% әділет болмайды ғой. Ешқандай кемшілігі жоқ. Адам ол пайғамбар еді, ол өмірден өтіп кетті. Сондықтан қиянат жасалады, ол қиянатқа мен ұшырайын ба, басқа адам ұшырайын ба, ол Алланың қолындағы нәрсе. Ол тек қана Алланың тағдырында жазылған нәрсе болады ғой. Тек қана оған себепкер адам болады да. Маған қиянат жасалу тағдырымда болған болса, ол болады. Оған біреу себеп болады. Біреу менің қамымды күйттеп неге қиянат жасады деп халық маған жаны ашуы мүмкін, бірақ ол тағдырдағы нәрсе да. Мен оған бола аса қатты қайғырған емеспін. Бірақ ол өмірде ондай өмір болғаннан кейін болады. Өмір бақи бір керемет жолым болып, керемет бас жүлденің пигінен түспедім, немесе өмір бақи қиянат көрдім деп айта алмаймын. Айтыстың жалпы шоуға айналуы заңдылық па, әлде бұл заман көшінен қалмау ма? Заман көшінен қалыспаудың өзі заңдылық қой. Айтыс шоуға айналған жоқ. Айтыс әу бастан шоу еді. Бұрынғы мысалы Шашубайлардың айтысы дейміз. Сол айтыстарды қарасаңыздар, о заманда ақындар жаңағы құйрығымен сырғанаған деген сияқты бір неше түрлі тарихи фактілер бар ғой. Шындығында бұрыннан Кенен Әзірбаевтардың өзі айтысқан кезде әнге салып жіберген, қазіргі Балғынбек ағаларымыз сияқты, сол көп әндерінің көпшілігі айтыста пайда болған деген деректері бар. Сондықтан айтыс ол бұрыннан шоу еді. Және ол ешқашан заман көшіне бір қалған дүние емес еді. Ал бірақ қазір қоғамға икемделуі сол айтыстың өз үрдісінде келіп қалыптасқан заңдылық қой. Тек бұл жерде ақындар өздерінің мойнындағы жауапкершілікті сезіну керек. Яғни бұл өмірде бүкіл нәрсе сумоның күресі сияқты ғой. Сен оны итеріп шығармасаң, ол сені итеріп шығарады да.
сол сияқты заманның көшіне қалыспаймын, шоу жасаймын деп, егер сен шоуға құрал ретінде қарап, өзіңнің қабілетіңе құрал ретінде қарап, өзіңнің ұлттық руханиятыңды жеткізудің, бір жақсылықты таратудың құралы ретінде қарамасаң, сол форманың, шоудың соңынан қуып кетсең, ол сені игеріп кетеді да. Бір күні шоу жасаймын деп жүріп, бүкіл принциптеріңді, қазақтың ар ұятын қалай аяғыңа таптап жүргенін байқамай қаласың. Сондықтан осы нәрсені байқау керек деп ойлаймын. Сырым, жалпы айтыс саған не берді? Айтыс маған негізі бірнеше нәрсе берді. Әуелі қазақ деген халықтың махаббатын берді. Елдің сүйіктісіне айналдырды. Бірақ ең басты нәрсе, айтыс қазақтың барлық бойындағы ұлттық менталитеті ашылатын өнер. Өйткені оның ішінде синкрет өнер дейміз ғой. Айтыс та бар, музыкалық қабілет те бар, шешендік те бар, барлығы бар. Және сол айтысу арқылы сен өзіңнің халқыңды қатты зерттей аласың. Елге қандай сөз өтеді, қандай сөз өтпейді, қай сөзді қалай айту керек, қалай жеткізу керек, қарсыластың ол саған не айтады, не айтпайды. Үлкен бүкіл психологияда, педагогиканың барлығы осы айтыста жатыр. Сондықтан мен айтысу арқылы кәдімгідей үлкен университеттен өттім деп айта аламын. Сондықтан бұл маған өмірлік тәжірибе, белгілі бір деңгейде тұлға болып қалыптасу жолындағы үлкен тәжірибені осы айтыс берді деп айтуға болады. Ертең ұл қыздарың өзің сияқты айтыскер болғанын қалайсың ба? Міндет емес. Мен ұл балаларға енді осы нәрсе қызық. Мен бала шағамды айтыскер қылмаймын деп ойлаймын. Өнер жолына бермеймін деп ойлаймын. Өйткені оларға ең бірінші нәрсе дұрыс азамат болуды сіңіремін, дұрыс азамат болып тәрбиелеуге тырысамын. Ал бірақ дәл өздерінің заманында қоғамға қай нәрсе қажеттірек болады, және олардың өзіне жарасымды қолынан келетін нәрсе қазаққа қай жағынан пайдалырақ болады, соған қарай икемдеймін. Сырым, әдемі бағдарламадағы әдемі сұхбатың үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермен, келесіде кездескенше.